себебі Мұхтар Мұхамеджан туралы неше түрлі посттар салынып жатыр қазір. Сол кісі туралы пост салған кезде Сардар бір документтерді қайта салып жатты. Ол не документ? Бұл документте не жасырылып жатыр? Біз осы мәселені қазір көтермекшіміз. Сардар, қайырлы түн. Жалпы шұғыл келуіңізге не себеп болды? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Баршаңызды мынау ораза мерекесімен құттықтаймын. Бұл жерде бір нәрсені айтып өту керек. Бұл шұғыл деп көтерген мәселе мынау оңтүстіктің идеологы, қоғам қайраткері, ауған соғысының ардагері Мұхтар Мұхамеджан ағамыздың 8 жылға түрмеге тоғытылып кеткенін біразымыз білеміз. Оның отбасы да қазір 4 кәмелет жасына толмаған баласының көз жасын көрген кезде жүрегім ауырып. Осы күнге дейін мен өзіме мынау журналистік зерттеу жасап, өзім жинаған ақпараттарды көріп, қазір бұл заңсыздықтарды мынау билікке, халыққа айтуға тура келіп отыр. Сондықтан мен өзімдегі жиналған кезіндегі сол запрос қылып алып жатамыз ғой, сұрақтарды, құжаттарды. Солардың барлығын түгендеп кеше сол Мұхтар ағаның заңсыз қамалды деген түсінікке келіп, осы пайымменен билік естімесе мынау өзіміздің қарапайым халық естісін деген мәселемен осы мәселелерді, дәлелдерді сіздерге ұсынып жеткізгім келіп отыр. Біз қоғам қайраткерін түрмеден босатуымыз керек. Мына билік оны осындай опасыздықтарға, осындай сорақылықтарға жол бергенін тоқтату керек. Біз үндемей отырып, ойбай бізді ертең милиция келеді екен, қамайды екен, айыппұл салады екен деген нәрсені қорқып шаршадық. Мені алса, жанымды Құдай алады. Мені алса, апарады да қамайды. Бірақ ешкім мен о дүниеме, мына отырған кейбір мемлекеттік органдар менің тағдырымды, менің о дүниемді шешпейді. Бұл жерде адам тағдыры көтеріліп, адамның тағдыры шешіліп жатқан мәселе. Әлиапке бұл жерде мына қарапайым халыққа айту керек. Осы тұрғын үй Шымкент ЖШ-сын басқарды ғой, Шымкент қаласында. Міне осыны халық, құрметті қазағым, естіп біліп алыңыздаршы. Ол мекемеде 2 директор жұмыс жасайды. 2 директор. Мен оны кезінде запрос жасаттырып, ресми алдыртқанмын. Қайда кетіп қалды ол құжаттарын дайындап қоймаппыз ғой. Құрметті қазақ елі, бұл жерде сол бір мекемені енді пара алды деп қамап жіберді ғой Мұхтар Мұхамеджанды 8 жылға бас бостандығынан айырылып. Қазір міне 2 жылдан асты 3 жылдың көлемі болып келе жатыр, ол кісі түрмеде жатыр. Алайда сол мекемеде 2 директор басшылық етеді. Мұхтар Мұхамеджанды басқарған тұрғын үй Шымкент ЖШ-сын 2 директор басшылық еткен. Бұл жерде Жұмановтың бұйрығымен Марат Жұманов ол кезде тұрғын үй Шымкент ЖШ мекемесі тұрғын үй инспекциясына бағынған. Ол тұрғын үй инспекциясын басқарған, қазір қамалып шыққан, жалған ақпаратпен қамалды, бұл іспен емес. Марат Жұманов деген кісі басқарған, және соның бұйрықтарын қазір бүкіл құжаттарын оригиналына дейін жинап отырмын. 2 директорды бұл жерде басқарады, тағайындайды. 2 директор бір мекемеге. Бізде не болып кетті? Президент 2 болып кетті, әкім 2 болып кетеді. Мына Шымкентте де баяғыда кімді Нұрекеңді сайлап, артынша кімді тағайындап, 2, в общем, түсінбей қалдық қой, бізде бәрі 2-ден болатын болды ғой. В общем, мына нәрсені тоқтату керек. Білмеймін, бізді бас көтеретін уақыт келді ма? Міне сіздерге оригинал құжатымды көрсетейін. Оригинал құжат кіріс шығыспен міне Абденуров деген кісі 2 директорды босаған уақытыменен бұйрығын көрсетіп бізге хат жібереді. Мына оригинал құжат көрдіңіздер ма? Тұрғын үй Шымкент, то есть бір мекемеде, түсінікті болу үшін атын емес, бір мекемеде 2 директор болған. 2 директор бола тұра, Мұхтар Мұхамеджан 29 миллион ақшаны жеп қойды дейді да, сөйтіп 8 жылға бас бостандығынан айырып жібереді. Сот. Соттың апелляцияда да бұл бірінші нені қанағаттандырады. Мұхтар Мұхамеджан түрмеге кетті. Неге 2 директор жауапқа тартылмады?
Екінші директор не үшін тартылмады? Құрметті қазақ елі, міне бізде болып жатқан сорақылықтар. Біз қорқамыз биліктен, органнан, мемлекеттік органнан қорқып отырып, бұғып отыра береміз да, қазақтың батырларын, арыстандарын барлығын апарып, жаңағы түрмеге тоғытып, рахаттанып отыра береміз. Десе, ойбай, біз қорқамыз ғой, ертең біз, ойбай, тыныштық керек деген бізде сондай түсінік бар. Екі директор болды. Мейлі, екінші директор Мұхтар Мұхамбетжанды қаматты, екіншісі таза деді. Оны жауапқа тартпады, тергеуге тартпады, оны соттаған жоқ, қазір свободада еркіндікте жүр. Кешіріңіздер. Мен 2019 жылы тағы да запрос жібертем. Екінші директор Аятай меді? Аятай деген, Бекжігітов Аятай деген екінші директор бар. Бір мезетте бір мекемені басқарған директор болды. Ол жұмыстан кеткен уақытында 1.399.933 теңгеге қол қояды, жұмыстан кетіп қалған кезде. Жаңағы айтып атқан адамымыз ғой, екінші директор. Аятай. Оны жасыратын ешкімге жоқ. Қағазы бар ғой сізде. Міне құжат. Бұл ресми инспекциядан беріліп, комиссия құрылып, бұл кісі екінші директоры Мұхтар қамалып кеткеннен кейін бұл жұмыстан кеткен уақытында 1,5 миллионға жуық қаражатқа қол қояды. Сонда да ол кісіні ешкім қамамайды, не тергемейді, не сұрамайды. Бұл 1,5 миллионның қаржысын кім анықтап отыр? Қол қойған, ол қаржы мақсатты жұмсалмаған басында? Жалпы құжатқа қол қойылған, бірақ ол қайқа кеткенін ешкім айтып атқан жоқ. Бізге айтып атқан жоқ. Қолыңызда қағаз не сөйлейді? Құжатта бүйтіп жазады. Мен айтып берейін. Тексеру барысында комиссия создать етті. Қазір инспекция емес, бұлар управление болды, басқарма. Оны қазір Малик Абдинуров деген кісі басқарып жатыр. Сол кезде. Қазір де басқарып жатқан шығар. Комиссия құрылып, менің пәленшенше хатыма жауап беріледі. Тексеру барысында серіктестіктің бұрынғы директоры А. Бекжігітовпен 2019 жылы 14-17 мамыр аралығында жалпы 1.399.933 теңге сомаға, оның ішінде 77 миллион, в общем, түсінбедім, 74,055 теңге сомаға банктік қаржы аударымдар бойынша төлем тапсырмаларын 62.625.878 теңге сомаға шығыс кассалық ордерлерге қол қойылғандығы анықталды дейді. Бұл жұмыстан шығып кеткен уақытында осы қаражаттарға қол қояды екінші директор. Мұхтарды 29 миллионмен қамап болды. Бұл екінші директордың арты ашылып жатыр былығы. Оны тергемеді, ол свободада еркіндікте жүр. Осы анықталған кемшіліктер Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 4 желтоқсанында нөмірі 540 бұйрығымен бекітілген бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің талаптарын сақталмауынан орын алуда дейді. Бұл ретте тұрғын үй Шымкент ЖС-ның директоры Н. Әлдібековтың тарапынан серіктестіктің бас есепшісі Б. Нұрходжаевқа қатаң сөгіс. Қараңыз, Мұхтар 29 миллионды қаяқтан алғанын білмеймін, қамап жіберді. Екінші директор 1,5 миллионға қол қойды, жұмыстан кеткен кезде ешкім жауапқа тартпайды да, қазіргі есепшісі сол кезде Нұрходжаевқа қатаң сөгіс бере салады, және серіктестіктің қазынашысы кассир Ташемоваға сөгіс түріндегі тәртіптік жазалар қолданылғандығын хабарлаймыз дейді. Сонда біз ақшаны жіберейік, сіздер сөгіп отыра беріңіздер. Қоғам қайраткерлері миллион миллиардтарды қамалып, түрмеде өмірін уақытын өткізе берсін. Бұл не деген масқара? Бұл не деген масқара, айтыңыздаршы? Міне, комиссияның несін маған жауап беріп отыр. Абдинуровтың жаңағы берген ресми ақпаратын бізге. Осы орайда Эльмира, сен Сардар не ала бер, ойыңды жинақтай бер. Эльмира Есімбетова ханым не жөнінде депті. Жалпы бүгінгі эфир Мұхтар Мұхамбетжанға қатысты Сардар Әбдіжақия іздеушісі 2 жылдың көлемінде сұраныс хаттар арқылы барлық мәселені жік-жілігін шығарып зерттеген, қолында барлық дәйектері бар, деректері бар, документтерді, құжаттарды қаттаған, сол бойынша тарқатып айтып жатыр. Естеріңізде болса, Мұхтар Мұхамбетжанға қатысты мен бірнеше пост жариялаған ем.
Сол посттардың барлығында Сардар қағаздарды сала берді. Сонымен сұраттық біз, Сардар не қағаз салып жатсың, елге түсініктеме беріп өтші деп. Өйткені халық ол қағаздарды жіті зерделеп жатқан жоқ. Комментарийдің бірі ретінде кетіп жатты. Сардар қазір бар былықтың бетін ашып, ақиқатын айтып жатыр. Құлақтарыңыз түрік болсын. Себебі ұлт жанашырларын айтар, шындықты айтар жаңағы тілі бар, орамды ойы бар азаматтарымыз түрмеге тоғытылып жатыр. Осы мәселе бойынша қазір жікжілігін шығарып, зерделеп жатырмыз. Жанар Мақатаева енді не болады екен дейді. Не болатыны бізге қазірге болжап білетіндей жағдай емес. Кешіріңіз, Али әпке, бұл жерде айтып кету керек. Бұл мәселелер бойынша жаңағы не болады екен деген сұрағына жауап берейін. Соңғы кезде мен еш уақытта мен оппозиционер емеспін. Мен мемлекетті де жаманда деген жоқпын, бірақ жаман жерін, кемшілік тұсын айтып жүрген жігітпін. Кім қалай ойласа солай ойласын. Дегенмен де біз парламент мәжілісіне, сенаторларға, бас прокуратураға, Ақордаға дәл осы мәселелерді мен өзім жазған болатынмын. Оның жауабын 2020 жылы мен жауабын алдым. Ақордадан да жауап келді, ішкі істер министрлігінен де, бас прокуратурадан да, парламент мәжілісінен де, сенаторлардан да жауап келді. Бұл Мұхтар Мұхамбетжанға қарасты іс, пандемия біткеннен кейін қайта қаралсын деген сондай тапсырма, сондай жауап келді. Қаралады деп жатыр. Кешіріңіздер, мына пандемия соңғы қазір 3-4 жылдың көлемінде, 5 жылдың көлемінде бітеді деп ойламаймын. Оғанға дейін Мұхтар Мұхамбетжанның 8 жылдық түрме уақыты бітіп, шыққаннан кейін қараудың қажеті жоқ шығар. Біз қазақта өзімен бір нәрсеге қынжыланда, Али әпке, айта кету керек қой осы жерде. Біздің қаншама ақын жазушыларымыз болды, ағартушыларымыз болды. Бәрі халық жауы деп атылды, қара болды да, олар өліп кеткеннен кейін мүсін қойып, кітаптарға беттерін, суреттерін қойып, біз ақтап жатырмыз, құрметтеп жатырмыз. Ақтап аламыз дейсің ғой. Өліп кеткеннен кейін не керегі бар? Иә. Өліп кеткеннен кейін оны ақтаудың қажеті жоқ. Адамды тірі кезінде қадірлеуді үйрену керек. Менің өзімнің жеке пікірім, адамды тірі кезде бағалаңыздар. Көшеде қазір бүйтіп айтқанда, анау құйрығын артын қисалаңдатып, тиктокта видео түсіргендерді батыл қылып, грамота беріп жатқан тапты көріп жатырмыз ғой. Иә. Екінің біріне төсбелгі беріп жатыр. Осынша қоғам қайраткері қан майданында автомат көтеріп, осы соғысқа қатысқан. Талай ұлтараздық дауларды шешкен. Мына оңтүстік Қазақстан облысы кезінде Мақтааралдағы мынау тәжіктер болды, көтерілістер болды, мынау Төле биде болған қаншама мен өзім сол жерде басында, қасында жүріп, қаншасын көргем да. Бұл жерде бір мәселені айту керек. Ол ұлт араздық мәселелерді шешті. Халықты татулыққа шақырды. Қаншама көтерілістерді басып та отырды. Ал ол кісіні алып келді да, ойбай, сен 29 миллион жеріңді де қамап тастады. Енді бұл жерде бір нәрсе айтайықшы, ол комментарияларға мен барынша жауап беруге тырысамын, бірақ қазір біз айтып алатын мәселе бар. Тыңдап тұрмыз. Мұхтар Мұхамбетжан 5 миллион пара алды деп, республикалық телеарналарда, бірінші арнада, КТК-да, бір қаншама республикалық деңгейдегі телеарналарда Мұхтар Мұхамбетжан 5 миллион пара алды деген ақпарат ресми жарияланды. Рас қой? Рас. Біз оны көрдік 2018 жылы, бұл ақпарат ресми берілді. Антикоррупция тарапынан, республикадан берілді. Одан кейін артынша КТК-да пресс-конференция беріп, журналистерді жинап, Мұхтар Мұхамбетжан айтты, антикоррупция менен кешірім сұрасын. Ешқандай мен пара алған жоқпын. Ол параны алған менің замым, орынбасарым. Ол кезде тіпті мен мекемеде болмаған пара алған кезде деп, оны дәлелдеп берді. Хорошо. Мұхтар коррупционер боласасын. Тықты ғой апарып түрмеге. Коррупционер боласасын. Дегенмен де бұл жерде айтатын нәрсе бар. Мұхтар Мұхамбетжанды 29 миллионмен қамады. Неге 5 миллион айтылмады? Иә. Ойлаңыздаршы. Бұны Садиктің баласынан сұрасаңыз айтатын нәрселер ғой. Садиктің баласы айтады, сендер кеше бұл кісіні парақор дедіңдер, 5 миллион парамен ұсталды, ой-бой дедіңіздер да, 29 миллионмен қамадыңыздар.
Неге 5 миллионмен қамамадыңыздар? Неге сот процесінде 5 миллион пара деген қаралған жоқ? Бұл тапсырма екенінің дәлелі емес па? Айтыңызшы, Алия. Ол туралы жұмған ауыз ашылмады ғой. Айта алмайды, потому что қорқады. Кешірім де сұраған жоқ. Кешірім сұраған жоқ. Антикоррупция кешірім сұраған жоқ. Мемлекеттік органды енді кешірім сұрауы деген сұмдық нәрсе шығар. Содан кейін кек алам деп Мұхтарды түрмеге тықып жіберген шығар. 8 жылға. Мына жылап отырған мойнына 30 миллиондай теңгені іліп. Мен солай ойлаймын. Себебі 4 кәмелет жасына толмаған балдарының көз жасы мен ойлаймын бір жауды да, тас жүрек фашистті де жылатады қазір кеп көрсе үйлеріне. Енді мен тағы бір нәрсені айтып өтейін осы жерде. Менде ақпарат деген жетеді. Қазір шыққан екен, тарс етіп атып кетпесе. Али әпке қараңыз. Маханов баяғы Оңтүстік Қазақстан облысындағы Алеке. Оңтүстік Қазақстан облысында Сарыағаш ауданының білім бөлімінің басқармасы Маханов деген кісі болды. Мұрат Маханов 200 мың теңге парамен ұсталды деп сотты болды. Бірақ ол кісіні кішкентай баласы 18 кәмелет жасына толмағандықтан не істеді? Оны түрмеге отырғызған жоқ. Ол мемлекет жеңілдетілген мән-жайға кірді. Мұхтар Мұхамбетжанның 4 баласының бәрі кәмелет жасына толмаған. Тіптен кішкентай. Міне садикте асыраушысы бірақ өзі. 3 жасар. Асыраушысы бірақ өзі. Енді қараңыз. Ол кісі, сол Маханов, қазіргі таңда, қателеспесем осы 2018, 2019, 2020-да тұрғын үй Шымкентте жұмыс жасап, замба сондай болып жұмыс жасап жатыр. Ол ақталған жоқ, парамен сотты болды, тек қана ол қамалмады. Бірақ Мұхтар Мұхамбетжан қамалып кетті 8 жылға неге? Сонда неме? Әрқайсысына сонда адамның түріне қарап, бойына қарап, анау шашының прическасына қарап, сот шешім шығаратын, үкім шығаратын болған ба? Демек, бұл жерде Кілтипан Мұхтар Мұхамбетжанда емес, Кілтипанның сол мекемеде болуы мүмкін ғой. Сотталғандарды, 2 директорды тағайындап қоятын. Солай болып тұр ғой, сіздің ойыңызша. Мен солай ойлаймын. Өткені мен қазір аузымнан әр шығып жатқан сөздің барлығына қолымда қағаздар, оригинал қағаздардың дәлелі бар. Енді судья Қахаров бірінші сот процесінде айтады. Мен, конечно, сот процестеріне қатысамадым, себебі мен Астанада тұрып, Шымкентке келіп кетіп жүрген кезім. Бұл жерде мынандай нәрсе болды. Судья Қахаров мынау бухгалтері Игілік деген жігітке айтады. Мұхтар Мұхамбетжан осы күнге дейін бүкіл әшкерелегенді жауап берген жоқ, қашып жүрді. Ну, типа жауапқа тартылмады дейді. Судья айтып жатыр. Ар жағында түсіндіріп береді үкімнен кейін. Шешім үкімнен кейін журналистерге, тұрғындарға неге ондай шешім қабылдаған судьялар түсіндіріп береді қазір. Сол түсіндіріп бергенде ол видеоларда әлеуметтік желілерде жарияланды. Игілік бухгалтерін айтып жатыр. Сіз Мұхтар Мұхамбетжанды бүкіл былығын әшкерелеп, оның жемқорлығын сатып бердіңіз, ұстап бердіңіз дейді. Судья Қахаров айтып отыр. Не, судья десе мен қорқуым керек па? Ол айтып отыр ғой. Енді сол кезде сол Қахаров айтады, бухгалтерді сіз де сол статьяға іліндіңіз, бірақ сізді қамамаймыз, условный 7 жыл береміз. Условный қамалды да ол, сотталды, то есть. Сіз дейді, бұны ұстап бергеніңіз үшін сізді қамамаймыз, бірақ өзіңізді статьяға іліндіңіз дейді. Осы орайда қоса кетсем, сіз күні кеше мынау еске түсіріп тұрады ғой Facebook әлеуметтік желісінде. Бір жылда, 2 жылда воспоминаниясы бар. Сол жерде Игіліктің маған осындай қысым көрсетіп жатыр, бастығыңа жаңағы үстіне осындай нәрселерді айтып бер деген сияқты бір сарындағы видеосын салдыңыз. Сондағы жігіт Игіліктің өзі ма? Өзі. Дәл өзі ғой. Демек, ол жерде журналистер болды ғой. Журналистер пресс-конференцияға келген кезде біз пресс-конференцияға дайындалып камерамызды, телефонымызды, қағазымыз жөндеп атқан кездегі әңгімеде телефонға түскен видео бұл. Ол жерде тек қана мен отырған жоқпын ғой. Ол жерде сөйлеген адамдардың дауыстары да бар. Ол жерде бұл айтады, қараңыз. Судья мақұл енді мынау кімнің сөзіне сеніпті. Мен судьяны кінәлап атқан жоқпын. Қахаровты да, басқасында сот жүйесінде. Бұл жерде бір нәрсені айту керек. Игілік, бухгалтері, антикоррупция мен қызық емеспін оларға. Сен Мұхтарды сатып бере сал.
ақша алды деп, ұстап бере сал деп қысым көрсетіп жатыр деген сөзі жарияланған. Иә, сондай бір сөз Ол бар. жерде антикоррупция бухгалтерға Мұхтарды ұстап бер деп қысым көрсеткен туралы біз қорқытып сұраған жоқпыз. Емін еркін айтып, өз аузынан игілік бухгалтер айтып отыр. Иә. Ол соттар болмай тұрып түсіріп алған нәрсе еді ол. Пресс-конференцияның алдында, подготовкада. Содан кейін бұл жерде тағы бір нәрсені айту керек. Ал ертеңгісі күні жаңағы сот болып үкім шығады, Мұхтар Мұхамбетжан айыпты деп талынып, 8 жылға бас бостандығынан айырылған кезде түсіндіріп судья Қахаров айтады, сол жаңа жігітке рахмет сізге, бәрін ұстап бердіңіз, осы күнге дейін Мұхтар жауапқа тартылмады, сіз мені әшкерелеп бердіңіз дейді. Ал бір күн бұрын игілік ескертіп қойды оған. Бір күн емес, бір апта бұрын айтты ол. Осындай жағдай болып жатыр деп. Иә. Демек, бұл жерде осы әрекеттің өзі Мұхтар Мұхамеджан жаптым, жала, жақтым, күйенің құрбаны болды дегенге саяды ғой. 100% келісем. 200% келісем осы сөзге. Айтпесе ол мейлі ол жалған ақпарат беріпті да, а неге оған тергеу жүрмейді? Сен неге журналистерге жалған ақпарат таратып жүрсің деп, неге айтпайды? Неге полиция, прокурор, осы анау митингке аналарды сүйреп, айыппұлға тығып, қамап жатқан полициялар неге үйіне жүгіріп бармады? Сен не оттап жүрсің деп? Иә. Сен жала жауып кезде тұрсың ғой полицияларда, деп. прокурорда көрмей қаламыз ғой. Мен бүкіл органды, мемлекетті жаман демеймін. Мынандай полициялар, өте мықты прокурорлар, менмін деген әділ судьялар бар. Бірақ дегенмен де мынау сорақылық, кәдімгі фашизм, жаңа айтып жатады, НКВД-ның копиясы болып жатыр. Менің пікірім, бұл Мұхтар Мұхамбетжанға арнайы жасалған тұзақ болып тұр. Мұхтар Мұхамбетжан таза кәдімгі жаланың құрбаны болып, сонша атағы абыройына қарамастан 8 жыл түрмеде отыруына тура келіп отыр. Бұл жерде тағы бір мәселе есіме түсіп отыр. Мұхтар Мұхамеджан мырзаны Шымкент қаласында үй қамақ туралы бұйрық шығарып жатқан кезде ол кісі облыс әкімдігінде жұмыс істеп жүрді. Түркістан облысының әкімі. Сонда биліктер қақтығысы болып кеткен жоқ па? Шымкент қаласының билігі ол кісіні орнынан алып, оның жұмысқа баруына кедергі келтіреді. Түркістан облысының билігіне Мұхтар Мұхамеджан керек. Бұл қандай да бір екі қошқардың басы бір қазанға сыймаған жағдай емес пе? Сіз қалай ойлайсыз? Мен өзімнің пікірімді айтайын. Өйткені мен облыс әкімі, мегаполистің әкімдерінің қасында жүрген жігіт емеспін. Олардың ана кухнясында жүрген жоқпын ғой. Мен әкім емеспін. Бірақ мен өз пікірімді ашық айтамын. Бұл жерде сіздің пікіріңіз орынды. Сауалыңыз, сұрағыңыз өте орынды. Себебі сол кезде қаншама сыбыстар әлеуметтік желілерде, жаңа оңтүстік қазақстан облысының әкімі сол кезде Шымкент бөлінбей тұрған кезде Жансейіт Түймебаев еді. Иә. Жансейіт Түймебаев кофе алыңыз. Рахмет. Жансейіт Түймебаев пен Ғабидулла Абдрахымов жаңағы еншісін алып кетті ғой енді Түркістан облысы болып Шымкенттен. Осы орайда естеріңізге сала кетейін. Сол кезде мынандай қақтығыстар жазылды ғой интернетте. Ғабидулла Абдрахымов Түймебаевпен арасы жақсы болмай жатыр, екеуі ұрысып қалды деген көп нәрсе болып, когда Түймебаев мына облысты өзінің еншісін алып Түркістанға кетіп шығып бара жатқанда да Ғабидулла оны шығарып салмады емес пе? Иә. Әлде шығарып салды ма оны? Келген де жоқ қой. Халық батасын беріп шығарып салды Түймебаевты. Иә. Осы орайда естеріңізге сала кетейінші, жалпы Мұхтар Мұхамеджан мықты кадр еді. Мұхтар Мұхамеджан құнды кадр еді. Мынау ұлт айттық қой, қайталап тағы бір рет айтайық, мынау ұлт араздық, неше түрлі жаңағы шиеленіскен жағдайларда екі елді бітімгершілікке шақыру жағынан ол кісінің атқарған еңбектері көпшілікке аян. Осы орайда Мұхтар Мұхамеджан Түркістан облысының әкімдігіне барардан алдын, солардың қарамағындағы мекемеге барардан алдын Шымкент қаласында жұмыс істеді. Бұл жерде екі жақ Мұхтар Мұхамеджанға Шымкентті жшс-да жұмыс жасады. Сосын облысқа Түймебаев алып кетіп қалған еді, артынша қудалау басталды. Артынша сотталып кетті. Притом жала жабылды. Мұхтар Мұхамеджанның құнды кадр екендігі, сондай-ақ осындай қудалауға түскенінің басты себебі демей ақ қояйықшы, бір себептерінің біреуі осы деп айта аласыз ба?
Айта аласыз ба? Мен ашық айта аламын. Көріп жүрміз ғой. Иә. Соқыр емеспіз ғой. Сауатымыз шлей жоқ, топас емеспіз ғой. Буынды буынға әріп-әріпке қоса аламыз ғой. Ақты қара бәрін ажыр танитын адамбыз ғой. Ақты ақ, қараны қара деп Енді танымыз. қараңызшы. Екі мемлекетте мынау басшылар бір-бірімен соғысып, екі піл соғысып, арада шынымен өліп жатыр. Сондай болуы да мүмкін ғой. Енді ол болмағанда қандай сонда? Мен тағы да бір нәрсені айтайын. Рас айту керек па? Бастадық па? Бастайық енді айтайық. Ал Шымкентте қандай келеңсіздіктер орын алды? Асанбай Асқаровтың жаңағы саябақтары, Асанбай Асқаровтың атына берілген жаңағы жерлердің дауы көтерілді. Оны бүкіл ел біледі. Иә. Мына оңтүстіктегі Шымкенттің тұрғындарын бәрі біледі. Сол кезде қанша ақпараттар жазылды, шығарылды, көтерілді, көп нәрсе болды. Асанбай Асқаровтың әруағын шырылдатпаңдар деген қаншама ақпараттарды оқыдық. Иә. Сол кезде Мұхтар Мұхамбетжан балалар пойызын қаншама жылдап тот басып жүрмей жатқан пойызын жүргізген кезінде де басында ашылу болып, открытиясы болып, Мұхтар Мұхамбетжан мына тоқтап қалған балалар пойызын іске қосты ғой деп, бүкіл балалар, жастар, қоғам, халық қуанып, телевизорларға шығып, жаңалықтарда жариялап еді, артынша тарс келді де жауып тастады оны. Бюджет ақша жоқ деді. Содан кейін артынша келді де рейлістерін ұрланды деді. Ал қараңыз, рейлісті де сонда не Мұхтар Мұхамбетжан ұрлады ма? Егер ұрлаған болса неге сотта, онда қосып соттамады кеше? Сол пойыз жолының рейлістері, темірлері бар ма? Ұрланып кеткен жоқ па? Неге ол ұрланғанға ешкім жауап берген жоқ? Осы орайда бір нәрсе есіме түсіп отыр. Жалпы менің білерім, Мұхтар Мұхамбетжан сол балалар пойызы, балалардың Асанбай Асқаровтың мұрасы, балалардың игілігіне жарау керек деп шырылдап жатқан тұста, егер мен памятім алдамаса, ой-өрем алдамаса, ол жерден веложол саламыз деді. Мұхтар Мұхамбетжан сол жерді қызғышша көзінің қарашығындай қорыды. Бұл сол кездегі Абдрахымов мырзаның құйрығын басып кеткендей, жолын кескендей әрекет болып, одан кейін кетті деген ой сізді базаламай ма? Мен сол нәрсені айтқым келіп отыр. Менің ойым да, пікірім де осы Ғабидулланың кейбір былықтарын әшкерлеп қойып, бұл шындықты, бұл кешіріңіз, осы жерде пауза қоя тұрайық та, мен мынаны айтайыншы. Мұхтар Мұхамбетжанның есіктің алдына ана таксилетіп келген тергеуші болдық, спецпрокурордың тапсырмасымен деп, таксимен келген несін жарияладық қой. Иә, жарияладық, оны кешесі тергеуші, ол баяғыда жарияланып қойған. Сөйтіп ішке кіреді да, Мұхтар Мұхамбетжан өзінің Facebook әлеуметтік желісінде эфир береді. Күймемен келіп, жаңағы күнегей қызды алып кеткендей қылады ғой бұл кісілер. Арнайы спецмашина жоқ, арнайы прокурордың несі жоқ. Сол кезде, мен ұмытып кетпейін, Мұхтар Мұхамбетжан айтты, мен шындықты барды бар, жоқты жоқ деп айтам деген сөзі болды. Бетіп телефонда түсіріп атқан кезінде айтты, мен барды бар, жоқты жоқ деп айтам. Маған егер мынау мемлекетті, қоғамды, нені шындықты, әділдікті ойлайтын адамдар болса, маған көмектесіңдер деп өзінің соңғы бейне жазбасын сол кезде жариялаған. Өзі түсіріп. Неді, прямо эфирінде. Сол кезде мыналардың бәрін талқылап, қарап, бәрін таразылап келіп отырып, бұны сауатсыз адамды түсінеді негізі да, бір-біріне қарап отырсаңыз. Бұл жерде Мұхтар Мұхамбетжан осы шындықтарды айтты. Велошеруіңді қоя тұр, мынау балдар қуанып, игілігіне жаратып жатыр. Асанбай Асқаровтың мұрасын халық пайдаланып жатыр, пайдасы тиіп жатыр деген кезде жоқ, біз бұны бәрін аламыз деді, велошеру салам дегеннен кейін осы былықтар, осындай волокиталар жұмыстан алу, шығару, бұйрықтың күшін жою, қайтадан восстановление жасау деген басталды. Құжаттар да жоғалды, керек болса печаттар да жоғалды. Печатты лично мен Түймебаевтың Түймебаев педі, ол кезде анау Атамқұлов педі. Мен облыста бір жиналыста да қайтысқам. Ол кезде Мелдеханов болды. Мелдехановта да мен сол облыс әкімдігінде осы Шымкентте мен шығып сөз сөйлеген. Мелдеханов маған сөз берген кезде мынау полициялардың әрекеті бойынша, сосын ол кездегі облгайдың баяғы бастығы қазіргі неде Түркістандағы Сейдуалиевке қатысты ақпараттарды айт деп шақырған кезінде мен мінберге шығып сөйлеп милициялар туралы берген сұхбатымда сол жерде әңгіме болады да, менің сұхбатымнан кейін
Ол жерде Әсет ағам болды, Қайрат Дәлбеков болды, қазіргі генерал Түркістан облысының департамент полицияның бастығы. Сол кезде біз жалған жасалынған құжаттарды ұсындық деп сол жерде жиналыста айтылды. Бүкіл оңтүстіктің управлениясы бар, басқасы бар, қандай мекеме бар, бүкіл басшылар сол жерде отырды. Депутаттарына дейін отырды. Мен сол жерде болдым. Енді сол жерде жалған подделка құжат жасалды, тұрғын үй Шымкент ЖШС бір нәрселер. Енді ол кездерде білмеймін ғой, мен оның басында жоқпын, ол жерде жұмыс істемеймін. Сөйтіп сол әңгіме қозғалған кезде бұл нәрсе өзінің дәлелін таппай, іс ешқандай бір нәрсе сотқа жетіп, немесе бір нақты шешім табылған жоқ. Сол кезде Қайрат Дәлбековқа бетпе-бет отырып Мұхтар Мұхамбетжан айтқан: біз жалған подделка, мына мекеменің, осы тұрғын үй Шымкенттің подделка документ печаттары туралы біз арыз жазған едік, әлі күнге дейін жауап жоқ деп шырылдап жатқанын, оның да куәсі менмін. Енді қараңыз, бұл жерде подделка печат жасалса, подделкадан екеулеп білмеймін қайсы оригинал екі директор басқарса, велошеру соғам деп темір жолды теміріне дейін ұрлатып, жоғалтып, құртып, в общем, жоқ қой, қазір темір жол жоқ, тастады ғой. Кеше веложол салып қойып еді, веложолдың үстінде қып-қызыл қып, қап-қара иномаркалар жүр. Видеосын онда мен жарияладым. Машина жүр, ол жерде велосипед жүреді негізі да. Енді бұндай мәселелерді көріп отырғаннан кейін, айтқаннан кейін, жоқ күймегенде не істеймін, мен мына шашым ағаратын болды ғой. Рас, осы қоғамда жұмыс жасап жатырмыз, шындықты айту керек. Айтпаймыз ба, қорқамыз ба, онда бұл жұмысты бәрін қоя салу керек. Құлдық санамен өмір сүре беру керек болды. Ләппай құлдықпен. Әрине. Мен қазір сіздің алдыңыздан бірнеше қағаздарды көріп тұрмын. Бұл бәрін айта беретін болсам қайсынан атады. Сіз маған екі-ақ қағаз көрсеттіңіз. Себебі? Демек, дәл осы бір қағазды көрсетіңіз, дәл осы эфирімізді сол бір қағазбен тоқтатайық. Біз тағы да бұл эфирді жалғайтын болайық, одан кейін халықта жалығып кетпесін. Көп сөйлеп қойдым. Қазір тағы бір қағаз көрсетіңізші. Не қағаз көрсетіңіз? Енді бұл жерде қазір екі қағаз түсіндіре кетіңізші. Бірінші көрсеткен құжатым екі директор отырғанын, екінші көрсеткен қағаз комиссия тағайындап қазіргі управление, тұрғын үй басқармасы, баяғы инспекция. Жұмыстан екінші директор, жаңағы Бекжігітов жұмыстан кетіп, 1,5 миллионға жуық қаржыға жұмыстан кеткен уақытында қол қойған туралы анықталғанды айттым. Ал енді Мұхтар Мұхамбетжанды нөмірі 32, 33, 34 деген бұйрықтарын келесі серияма не дейді? Келесі түсірілімізде. В общем, қаным қарай болған кен. Жалғастыра бер, Алияш бөлмеші дейді. Көрсетейін. 32-ші бұйрық бар мына жерде. 33-ші бұйрықта Мұхтар Мұхамбетжанды жұмыстан алып тастады дейді. Жұмыстан алып тастаған адамды қайтадан восстановлениеға, то есть қайтадан орнына келтіріп, тағы да бұйрық шығарады. Ол кім? 33-ші бұйрық шығарады, 32-ші бұйрық қабылдай ма? Енді ол кезегін білмеймін, 32, 33, 34-ті, бірақ точно білем, менде бар олар. Менде бар. Бірақ бұл жерде Мұхтар Мұхамбетжанды жұмыстан кетірдік дейді, қайтадан оның күші жойылсын дейді, қайтадан орнына тағайындалып жұмысын бастап жатыр дейді. Тағы да тоқтала кетейікші, осы жерде ол кісі Түркістан облысының әкімдігінде жұмыс істеп жатты ма? Иә. Істеп жатты ғой. Нақтылап айтыңызшы. Иә. Бұл жерден точно білмеймін, сол анау қоғамдық кеңес ассамблеяға барып жүрген кездерден мен білмеймін ғой, бұл кісімен бірге жұмыс жасамаймын. Бірақ сол кезде сіздің есіңізде қалғаны қоғамды... Мен запрос қып алдыртқан бұны, баяғыдан аппарат басшысы Мұрат па, қожа жігіт болды, Мұрат деген. Мен лично ол кезде Астанадан звондағам, көке, біздің запростарға жауап бермей жатсыздар ғой деп, қазір жіберіңіздер, мен электронкама сол тастады, бұйрықтың көшірмелерін. Сонда мен Астанадан звондамасам, Астанада біреулерге көке ағаларыма айтпасам, бұлар жауап бермей келді осы күнге. Мен Астанадан звондап жаңағы бұйрықтың көшірмесін алдыртқам. Бірінші копиясын алдырттым мен. Мұрат алып берді сол кезде электронный поштаға тастаған. Мен оны могу ковыряться и тауып беруге дайынмын. Ол менде көшірмелер. Енді бұның күшін жойып, қайтадан өз қалпына келтіріп, хаттама бар және хаттама жоқ екені туралы келесі эфирімізді айтайық. Бұның артында кім бұл бұйрықтың күшін жояды да, кім қайтадан оны орнына алып келеді да, бұл жерде сол адам, бұл үлкен шенді.
Бұл оның хаттамасы бар ма, жоқ па? Осылардың артында тағы бір тұрған адамды келесі түсірілімде нақтылап айтайық. Өйткені қазір жалғастыратын болсақ, бұл тағы да, в общем, таң атады. Таң атады, иә. Осы орайда эфирімізді бүгінгі бітірмей тұрып, бұның жалғасы бар, ескерте кетейік. Мен комментарийлерге көз жүгіртіп өтейін, себебі қолдаушы халық көп. Үлкен рахмет, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Біз қазір комментарийлерге өтіп жатырмыз. Осы орайда бізге қазір халық байбаламдап жатыр. Жалғастыр, тоқтама, түнгі сағат 1 болды. Сардар жаңалық ашып алды ма, ақиқатын айтуға дайынмын. Мен қазір құжаттарды ақтарып отырып, осы мәселені кілтипан шештім деген кезде эфирді қосып кеп жіберіп, бұл жігітті де шығардым. Ойы тұшымды, әлі де болса құжаттармен жұмыс жасап жатыр. Біз де бірін алып, бірін салмай Сардардың жіті зерделеуіне мүмкіндік берейік. Эфирді резко қосып сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайын Сардар. Асқар Талғатбекович жазады. Мафия жылан ордасы дейді. Эльмира Исімбетованың сұрағына жауап бердік не жөнінде деген. Асқар Талғатбекович, Сардар, сізге Түркібас мәдениет үйі туралы мәлімет берем дейді. Оның бұл тақырыпқа қатысы жоқ, алайда Сардар ескереді. Жанар Махатаева енді не болады екен, бұл сұраққа жауап берді. Құрал Сейітханұлы түрі қазаққа ұқсамайды, сөздерінде акцент байқалады дейді. Жалпы Құрал Сейітханұлы түрі қазаққа ұқсамаса Алланың бергені. Сіздер бұл жігіттің түріне, сөзіндегі акцентіне мән беріп отырсаңыздар, айта берейік. Мәселе кім болмасын Мұхтар Мұхамеджанды, ұлт жанашырын, Қызыл орден кавалерін іздеп жатқан, сұрап жатқан, ол туралы нақты деректерді жинап жатқан әрбір азаматтың атасына алғыс айтамын. Өйткені Мұхтар Мұхамеджан қазаққа патриот ретінде әлі де болса керек. Ол кісінің әрі де болса талай кәдеге жарайтынына сенім. Жоқ, оған уақыт кетірмейікші, кім жазса да ше. Енді Сардар бар жерде шындық жеңіске жетеді дейді. Мен бір нәрсе айтып кетейін. Бұл жерде мен қазақпын. Қылыш Қожаның баласымын, Қылыш Қожаның ұрпағымын. Енді бұл жерде бір нәрсені айтып кету керек. Менің жаңа сөздерімде акцент, менің анау тырнағым арасындағы кір, шашым арасындағы битті іздеудің қажеті жоқ. Бұл жерде тоқетер бір мәселе бар. Мынау билікте отырған, үкіметтің басында отырған, орыс тілінде қазақшаны сөйлей алмай жатқан адамдардың акцентіне сын айта алмай, енді менің артымнан қазбалаудың қажеті жоқ. Рас менің сөзімді акценттік іздеп жатқан кім болса да, менің ұстазым болса да, о билікте отырған, қазақша сөйлей алмай жатқан адамдарға барамын. Мен өзім 4-5 жыл, 4-5 жаңағы тілде сөйлегеннен кейін, одан кейін бір орысша, бір қазақша болған екен, акцент түгілі мына тілім 4-ке айырылып кетейін деп жатыр. Былай айтқанда да, мен қазбалауға қажет жоқ. Эльмира Исімбетова ханым, заң көмек көрсетуге даярмын. Алияш қыз Сардар жігіт дейді. Сіздің көмегіңіз бізге ауадай қажет. Рахмет Елекем. Қаршыға Еркінбек қызы, ұлт жанашыры Мұқаңа қатысты тақырып қозғалуда ма дейді. Иә. Эльмира Исімбетова, молодец Сардар дейді. Ғани Өмірәлі, ауған соғысының ардагері, қоғам қайраткерін жазықсыз соттап жіберген дейді. Біз қазір осы мәселені жіті зерделеп жатырмыз. Жанар Махатаева, бір-бірімізді қолдап шындықты айтуды үйренсек дейді. Мен келісемін. Бұмен әрбір қазақ ауызбіршілік керек бізге. Бізге шындықты шыжғырып тұрып бетке басып айту керек. Қайта қаралуын талап ету керек дейді Ғани Өмірәлі. Иә, оны талап ету керек. Келсемін сізбен. Эльмира Исімбетова, бірнеше рет айттым ғой, шешім ба сот үкіміме жолдаңдаршы деп. Сардар, Алияш, ризамын. Мен мүлдем білмеймін 5 миллион жөнінде дейді. Елеке, бұл туралы республикалық телеарналарда кетті эфир. Ол қазір Сардардың парақшасында бар, менің де парақшамда болу керек, сіз салып оттыңыз ғой. Қаршыға Еркінбек қызы, мұның бәрі шірген биліктің саясаты ғой, өтірік карантин жариялап дейді. Өкінішті. Эльмира Исімбетова, я не смогла найти через судебный кабинет дейді. Елекен не таппай жатқаныңызды тағы да бізбен бөлісіп жіберсеңіз
құба-құп болар еді. Эфирден бөлек қосымша Иә, байланысайық. қосымша байлансайық сізбен. Рахым Манай, осы бауырыма разымын, бір жерді тесіп шығатын жігіт, сөзінде түріде адамның көңілінен шығады. Сауатты азамат, жолың ашық, пәлен қашық болсын, бармақтай бақ берсін, биіктен көрінуге Аллам жолыңды ашшың, керемет дейді. Үлкен Алла разы болсын сізге. Қашыға Еркінбек қызы, жоғары жақтағы бір шенеунікке мұқан кедергі болған соң, оны осылайша жолынан алып тастап, жаламен темір торға тоғытып отыр дейді. Келісесіз бе? 100% келісем. Елмира Есімбетова, маған осы құжаттарды жолдаңыздаршы, өтініш. Мұхтар ағаны баяғыдан жас кезінен таныс едім. Одан жылдар өте келе Алияш сен арқылы үйінде, яғни Мұхтар мырзаның шаңырағында шай ішіп тікелей эфирге қатысқан пенде едім. Кейін жылдар өте ол кісіні айыптағанда да әрекеттенгенім нөл болды. Себебі мен адвокат емеспін, тек заңгер болғандықтан қорғай алмай қалғаныма өз-өзіме риза бола алмадым дейді. Алланың ісі. Сіздерге разымын дейді. Біздегі барлық оны оқып алыңыздар деген ба. Енді сұрақтар болса соған көшек адамдар. Бір сұрағым бар. Өйткені бұл видеоны созғым келмегенін кешіресіздер да. Бұл қайтадан көру керек қой адамдар. Сұрақ бар. Соған көп. Бір сұрағым бар. Мені іспен таныс етпей қалғаным жыныстық қатынас деген еді. Сондай кінә тағылды ма дейді. Осындай жалалар болды. Сасық, жаңағы бір пасықтардың істеген ақпараттар болды. Қолдаушыларынан айыру үшін Мұхтар Мұхамеджанды. Бұл арнайы жасалған нәрсе болды. Бұл жерде Мұхтар Мұхамеджанның беті болмаса, бейнесі көрсетілмесе, нақты дәлел болмады, оны сотта айтты. Бұл дәлелсіз, негізсіз деп ол жерде Мұхтар Мұхамеджан 121 баппен ақталып шықты. Бұл жала, таза жала. Бұл таза жала. Осы жерде кішкентай ғана ой қосайықшы. Дәл осы жыныстық қатынас туралы әңгіме болып кеткен кезде біріншіден Мұхтар Мұхамеджан өзінің жақтаушыларынан айырыла бастады. Екіншіден, сіз бар, біз бар, қанша журналистер соңынан жүрдік, сотты жауып тастап кіру мүмкіндігінен айырылып. Жабық сот қылып тастады ғой. Дәл осы коварствоны деп айтайыншы, Мұхтар Мұхамеджанның қорғансыз күйге түсуі үшін істелді деп есептейсіз бе? Бұл арнайы тапсырма деп есептеймін. Демек жабылған жаланы осы арқылы жауып жібергісі келді. Бұны дәлелін айта кетейік. Қараң, осы сөзге дәлел анау не болсын, тұздық болсын да? Тақырыпқа тұздық болсын. Бұл жерде Мұхтар Мұхамеджан 5 миллион пара алды деп жариялады бүкіл мемлекет, бүкіл республикаға. Соттады 29 миллион мен 5 миллионда айтылған жоқ. Бұлардың әрекеті қандай да болмасын, адам зорлады, бала зорлады, ит зорлады, мышық зорлады, жеді ішті деп қолынан келген бүкіл бәлені жаудырды. Түбінде 29 миллион мен қамалды 8 жылға. Сонда 5 миллион параларым қайда кетті? 5 миллион пара алған еді ғой. Сендер ресми жариялап едіңдер ғой. Қана 5 миллион пара? Или подарка ма бұл? 5 миллион подарка ма? Қайда соған не жауап бермейсіңдер? Әйтпесе неге КТК-да шықты кешірім сұрасын деп. Неге кешірім сұрай салмадыңдар? 5 миллион параны сіз алмаған едіңіз, замыңыз алған еді, біз подставить еткен едік. Содан кешірім сұра, біздікі не удалось деп айта салмадыңдар. Жоқ, күймей қайда барасың мынандай. Подаркам еді дедіңіз ба? Жоқ, сотта. Бірақ мен неге? Потому что мен апелляциялық сотында болдым. Судьяға дәл осы сұрақты менің прямой эфирінде, менің фейсбугымда тұр. Неге сіздер жаңағы игіліктің айтқан сөзінен кейін сіз ұстап бердің дейсіз, игілік мына жақта антикор мені қысып жатыр деген сөзі бар ғой, видеосын жарияладық қой десек, ол сұрағыма тұшымды жауап бермеді. Біз қарадық деді, орнынан тұрып үш судья шығып кетті. Енді қараңыз. Бұл жерде Отырар телеканалы, облыстық канал, или республикалық, ол облыстық канал болу керек. Отырар каналында бүйтіп айтты. Оның да мен комментарияға видеоларын салғам. Бүйтіп айтады: Мұхтар Мұхамеджан өзінің айласын іске асыра алмады, жаңағы ол шынымен парақор, судья оны айыпты деп тапты деп 29 миллионды айтады. 5 миллион әлі айтылып атқан жоқ. Апелляциялық сотта да 5 миллион айтылып атқан жоқ. 29 миллионды айтып отырады да, сосын бұл Мұхтар Мұхамеджанның айлаларының бір 13 миллионда да арыз түскен еді. Солардың барлығын сот айыпты деп тапты дейді. 13 миллион қайдан келді? 13 миллион мен ешқандай. Да, біреу арыз жазған. Оныкі де өтпей қалды да, нөмір өтпей қалды.
өткізе алмай қалды, бәлесін жаласын жаба алмай қалды. 5,5 миллион, 13 миллионға, 13 миллион, 30 миллионға дейін. Жоқ, енді 13 миллионмен айтты деген соттың шешімі бар ма? Прокурор жоқ қой ештеңке. Қаралмады ғой. Ол гражданский дело деді да, гражданский дело енді азаматтықпен екінші рет Мұхтар рас коррупционер болса, ақша десе жанын беретін, сондай парахор, алаяқ болатын болса, 13 миллионмен гражданский деломен де соттатқызып 13 миллионды өндіріп алмадыңдар ма? Себебі бұл 29 миллион келген екен, олар үндемей қоя салды. 13 миллион да 5,5 миллион да жабылып кетті. Оған ешқандай соттың шешімі шыққан жоқ. Мұхтар 29 миллионмен кетті. Демек, Мұхтар Мұхамеджан жаза алу үшін міндетті түрде 29 миллион болу керек еді. Ол 5,5 миллион болмаса 13 миллион болмау керек еді деген қағида емес пе? 29 миллион қайдан келіп, олардың дәлелдерін келесі эфирде айтайық. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсені айтып кету керек. 29 миллионды да ақтап шығатын болсаңдар, арттарыңнан 60 миллион келе жатыр деген қауесетте таралған. Әзірге Рас па? Қауесет болды ғой. Өсек болды ма сонда? Қауесет көп тарады. Өте көп тарады қауесет. 29 миллионды да 5 миллион, 13 миллион сияқты ақтап шықсаңдар, әуре болмаңдар, 60 миллион мойындарың ілінеді деген қауесет кеңінен таралды. Халық біледі бұны. Осымен эфирімізді тоқтатайық. Әдемі жерге келдік. Бірақ бұл эфир тоқтап қалғанмен алдағы күндерде айтарымыз көп айтатынымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сардар жалғастыр дейді, бөлмеңдер дейді, сағат таңғы 5 болса да жалғастыр дейді. Бұны жоқ, жалғастыруға мен дайынмын, кешіресіздер. Спать, говори, пожалуйста, вы умница дейді, алтын жүлдегерлер аман болыңыздар дейді, Сардар оқи салайын. Іске сәт дейді. Я же из-за этого не смогла получить информации, дейді, сволочи. Они же сказали, что он, короче, кеттік, сондай. Шындықты жазып жатыр. Шындықты жазып жатыр. Қоғамның бүгінгі болмысын көрдіңіз ба? Айтып жатыр. Көрмеген, білмеген адам естіп отырып қан қарайып кеткеннен кейін, көріп біліп жүрген адам қалай жылап отыру керек? Оның жылап отырған балдарын, келіншегін қалай көріп, қалай мұны фашист жылап жатыр ғой? Фашист жылап жатыр мына балдарға. Дұрыс айтасыз. Зейнеп Базарбайқызы, қорқынышты қоғамда өмір сүреміз. Бір тоқылдақтың кесірінен атпалдай азамат зардап шегіп сотталып кеткені сұмдық екен дейді. Күйіп кетемін дейді Эльмира Есімбетова ханым. Осы орайда құрметті әлеумет көрермен қауым, сіздердің бізге пікірлеріңіз маңызды. Эфирге күндіз шыққан дұрыс па, осылай түнгі эфир болып ары қарап жалғастырайық па? Сіздердің пікірлеріңізді күтеміз. Сардардың эфирі тұр, менің эфирім тұр, астына уақыттың ыңғайластырып, қайсысы сіздерге ыңғайлы айтып өтсеңіздер, амандықпен қайта қауышқанша. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Егер Сардар екеміздің айтқан сөздеріміз бас біреулердің шамына тиіп жатса, бізді соттаудың, ұрудың, соғудың қажеті жоқ. Тілімізді кесіп алып төбелеріңізге тоғы біліп қойыңыздар. Амандықта қауышайық. Рахмет.